Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын. Осындай подарка бергенде не деу керек? Былай ет, былай ет, былай ет. Былай. Мәне. Былай ет, қалай еді? В общем, солай. Былай ет, осылай еді. Былай. Имам в тренде ме? Саған рахмет. Алла бізді қорқытты ғой. Құдай азаптайды, тозаққа салады, қинайды. Жоқ. Алла сізбен бізді жақсы көреді. Абай Құнанбайұлы атамыз жақсы сөз айтқан. Махаббатпен жаратқан адам затты сен де сүй, ол Алланы жәннен тәтті дейді. Алла сізбен бізді махаббатпен жаратқан. Раббана ма халақта хаза батилан субханак. Аллах Тағала бекерден бекер жаман қылып жаратқан жоқ, барлық нәрсені жаратты. Құлағыңды жақсы көргеннің доказательствосы, құлағыңыз орнында тұр, әдемі құлақ бар. Мұрның енді кішкене картошка болса да, ничего, нормально, құлағың бар. Біз айтпаймыз ғой, мына мұрнымның тесігі мына астында емес, үстінде болғанда жақсы болар еді, нормальный воздух кіріп тұратын еді десек, мына бір көзім алдымда, бір көзім артымда болса жақсы болар еді, артымда көріп тұратын едім демейміз. Аллаға шүкір дейміз, барлығын орнына жаратқан. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз Алла бізді жақсы көріп жаратты деген сөз. Сені жақсы көрген. Енді сол Аллаға махаббаттың ашылу үшін Құдайдың сені жақсы көріп махаббатын түсінгенде сенің жүрегің Құдайға ашылады. Алла мені азаптайды, Құдай мені қорлайды, Құдай мені тозаққа тығып, жаңағы престейді. Бар ол азап. Бірақ Алланың рахмы одан жоғарырақ тұрады. Қараңыздар. Тозақ 7 категориядан тұрады. Жәннет 8 бөлімнен тұрады. Бөлінеді дәрежелер. Бір жәннеттің өз бір категориясы жоғары Құдайдың. Яғни тозақ 7, жәннет 8. Яғни Құдайдың рахымы шексіз деген сөз, ардақтылар. Уайымдамаңыз, Алла сені жақсы көреді. Алла сені жақсы көрген үсте жақсы көреді. Бұл Алла жақсы көріп сізбен бізді осы дінді берді. Алла жақсы көріп бізді жаратты. Енді жақсы көргенін Алла азаптамайды. Неге? Өйткені сені түзелсін деп бізге шанс береді, мүмкіншілік береді. Қазір сен мені көріп тұрғаның өз Құдайдың жақсы көргені сені. Әйтпесе сен самилай бір бәле көре беретін, ана прикол-сриколдардың бәрі шыға беретін етсеге. Рекомендация. Неге? Өйткені Алла сені қалады, осыны көріп тұрсың сен. Алла сені көргені жақсы көріп тұрсың. Басқа уақыт тыңдаған ол одан жақсы көргенді. Түсінікті ма? Соқтан Алла сізді жақсы көреді. Уайымдамаңыз. Сіз осыны көрдіңіз, қазір мен естіп тұрсыз. Құдай сізді жақсы көргеннің бірден бір белгісі бар сізде. Құдайға шүкір деп айтқаның, Құдай сені жақсы көрген белгісі. Бір жақсы оқиға айтып берейін, осыны жалғастырып. Бір адам Алланың алдына баратын кезде бір періштемен сөйлеседі деген сұхбат бар сөзде. Асари хабарларда келеді, періштемен сөйлеседі екен. Періште оған көрсетеді екен. Екі жол көрсетеді, екі адамның ізін көрсетеді. Мынау сенің жүрген ізің дейді, Алла маған бұйырды, сені сақта деп, мынау менің ізім дейді періште. Содан кейін адам өмірін бүйтіп қарайды, 2001 жылы сенде проблема болған. Қарыз болды, ауру болды, бір нәрсе болды, әйтеуір қиыншылық келді басыңа. Сол кезде қараса із біреу-ақ екен. Сонда Алла періштегі адам айтады екен, менің басымда проблема болғанда сен жоқсың. Жақсылық болғанда бірге жүріпсің дейді періштеге. Нағып мен қиыншылық болғанда сен қасымда болмадың дегенде, Аллах Тағала жіберген періште айтады екен сізбен бізге. Анау екі із біреу-ақ қой депті. Иә депті. Ол сенің ізің емес депті. Ол менің ізім дейді періште. Ана біреу, мен қайда болса, Алла сенің сабырлығыңа, сенің жүрегіңді иманыңа сені көтеріп жүр деп маған бұйырды. Соны мен сені қолымнан көтеріп, сол жаңа қиыншылықтан алып өттім. Анау аяқтың ізі, ол менің ізім деп періште айтады екен. Түсінікті ма? Сондықтан Алла сізді жақсы көреді. Алла жақсы көреді. Осыны ұмытпаңыздар. Алланың рахымы сенде шексіз бар. Солдан үміт үзіп қалма.